Ұлыбек Сарымолдаев атындағы балалар үйінде ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын орай мерекелік кеш ұйымдастырылды. Біз тәуелсіз Қазақстанның балаларымыз, бүлдіршіндер бар өнерлерін салып, ән айтып би биледі. Іс-шараға Жамбыл облысының әкімінің орынбасары Ерқанат Нұрбапұлы арнайы келіп, балдырғандардың тыныс тіршілігімен танысты. Талантты өнерпаздар әзірлеген концерттік бағдарламаның куәсі болды. Шынайы шаттыққа кенелді. Ізінше бақ өкілдерімен аталмыш мекеннің ұжымынсыз балғындармен оңаша сұхбат құрды. Тәуелсіздік құрдастары да бір кісідей ат салысып, табысты түлектерді де төбе көрсетті. Ширек ғасыр ішінде Сарымолдаев балалар үйінің жеткен жетістіктері де тілге тиек етілді. 3 жыл мәлімдемесін айтсақ, 200-ден аса бала отбасына орналастырылды. Сол енді біздікі жақсы енді жылға қойылғаны орталығымыз бар. Отбасын қолдау орталығы. Енді сол орталық жақсы жұмыс атқарады, асырап алушылармен жұмыс істейді. Сол патронат, қорғаншылық, қамқоршылық, асырап алу жолдары бар.